Менің атым Шарип Нұрасыл, мен Түркістан облысы Түлкібас ауданы Жиенбай ауылында тұрамын. Менің отбасымда 9 адам бар. Әкем, анам, мен үлкенімін және менен кейін 6 бауырым бар. Күнде кешке таман сиырлар мен қойлар өрістен келеді. Біз оларға қараймыз, шөп береміз, суарамыз, сиыр сауамыз. Біздің ауыл өте кішкентай. Мен осы Жиенбай жалпы орта мектебінде оқимын. Біздің ұстаздар өте тәжірибелі, маған осы оқайдың жақсы білім беріп келді. Бірақ қаламен салыстырғанда біздің мүмкіндіктеріміз өте аз. Ауылда оқасын әрине қиыншылықтар болады. Мысалы, қала оқушыларына қарағанда шаруашылық бар, от жағу керек, көбіне малға барады, малға қарайды. Сосын айтады ғой, біздің ауылымыз алтын бесігіміз деп, мен ойымша патриотты, ауылды, елді жақсы көретін балалар осы именно ауылдан шығады. Егер мен Айғанат туралы айтатын болсам, Айғанат ол біз сияқты ауылда тұратын көп балалы аналарға әсіресе ауыл балаларына арналған үлкен жетістік деп айтар едім. Сол Айғанатқа барғалы, Айғанатқа қатысқалы балам керемет жағына өзгерді. Осы Айғанат жобасының басшысымен бірге қамқоршылары, демеушілері жан-жақтан балам айтады, алдына үлкен плакат іліп қойған, сол жерде көп адамның аты дейден жазылған. Барлығы демеуші екен, анашым дейді. Көптеген демеушілер бар екен дейді. Сол кісілерге Алла разы болсын, екі дүниенің рахатын көрсін, Құда қаласа. Мен болашақта кәсіпкер болғым келеді. Жай ғана кәсіпкер емес, осы Айғанат жобасына көмектесетін көптеген жанашыр кәсіпкерлер сияқты. Қала балаларына қарағанда ауыл балаларының ынтасы, мотивациясы өте зор. Жанып тұрған балдар мен қыздар. Сондықтан оларға шамалы демемде жүрсек, олар алғы уақытта үлкен жетістіктеріне жететіндеріне күмәніміз жоқ. Дәл осы миссияны Айғанат қоры іске асырып келе жатыр. Мен қамқоршы ретінде осы жобаны қолдаймын. Мен үшін Айғанат мүмкіндіктер мекені. Құрметті айғанаттықтар, сендерді осы мәренің соңына жетулеріңмен шын жүректен құттықтаймын. Бұның өзі үлкен жетістік. Алда сендерді көптеген жақсы өзгерістер күтіп тұр. Биік белестерді бірге бағындырайық.